Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін синнабоны тоқашын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: жылы сүт, жұмыртқа, дрожж, тұз, қант, ұн және де сары май. Ең алдымен жылы сүтке тұзды және де қантты қосып араластырып аламыз. Содан кейін ертілген сары майды және де бір жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 1 сағатқа бетін жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. 1 сағаттан соң қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Содан кейін қамырымызды жаямыз. Дәл видеодағыдай қамырды жайып шығамыз. Жайылған қамырдың ортасына ертілген сары майды жағып шығамыз. Содан кейін ортасына қант пен корицаны араластырып алып, жайылған қамырдың үстіне сеуіп шығамыз. Қамырымызды рулет сияқты орап, бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Тоқаштардың арасы тым қатты жақын болмау керек. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Тоқашымыз піскенше дейін бетіне помадкасын дайындаймыз. Бізге керекті заттар: сүзбелі ірімшік және де қант ұнтағы. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тоқашымыз пісті, осылай өте әдемі болып көтеріліп піседі. Тоқашымызды кішкене суытып, жылы күйінде бетіне помадкасын жағып шығамыз. Достар, видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Наргиз. Келесі видео рецепте кездескенше.